Сәлеметсіңдер ме балалар? Математика сабағынан екі таңбалы сандарды оқу және жазу тақырыбын өтеміз. Балалар, бірінші тапсырмаға қарайық. Бірінші тапсырма. Мирастың жазғы демалыста қандай кітаптар оқылғанын біл. Ол үшін дөңгелектер санын кітаптардың жанындағы сандармен сәйкестендір. Сәйкес сандар ғана жауаптың дұрыстығын білдіреді. Мысалы, 34 санында неше ондық, неше бірлік бар? Ондықтар жасыл түспен белгіленген, ал бірліктер сары түспен белгіленген екен, дөңгелекшілер. 34 санында 3 ондық, 4 бірлік бар. Яғни бұл нұсқасымен сәйкестендіреміз. Келесі 25, 2 ондық, 5 бірлік бар. Сонда А нұсқасымен сәйкестендіреміз. Келесі 29 санында ешқандай нұсқаға сәйкес келмейді екен, Аға да, Әге де, Бға да. Себебі 29 санында 2 ондық, 9 бірлік бар. Жақсы, жарайсыңдар. Олай болса, келесі есепке қараймыз. Екінші есеп: сандарды жаз және оқы. 2 ондық 8 бірлік нешеге тең? 28-ге тең. Жақсы. Келесі 6 ондық 0 бірлік 60-ға тең. Келесі 3 ондық 9 бірлік 39-ға тең. Жарайсыңдар. Келесі 75 бірлікте 75-ке тең екен. Жақсы, жарайсыңдар. Олай болса, енді осы есепті дәптерімізге жазып аламыз. Жақсы, жарайсыңдар. Келесі үшінші есепке қарайық. 2 таңбалы сандарды жаз және оқы. Ондықтар мен бірліктерінің цифрлары бірдей. Яғни бұл жерде ондығы мен бірлігінің цифры бірдей болады. Яғни 33, 77, 44, 11 ары қарай кете береді. 55, 22 деген секілді. Келесі Б, яғни әсіне қараймыз. Ондықтарының цифрлары бірдей 4-ке тең, ал бірліктерінің цифрлары әртүрлі. Яғни ондықтарының барлығы 4-ке тең, ал бірліктері әртүрлі. Мысалы 43, 45, 49, 46, 47, 48 ары қарай да түрлі сандарды жазсақ болады. Келесі балалар, 5-ші есепке қараймыз. Сәйкестендір ауызша орындайды екенбіз. Келесі сан, яғни 25. Сәйкестендіреміз. Ә нұсқасымен сәйкестенеді екен. Келесі 34 Б нұсқасымен сәйкес келеді. Келесі 78 А нұсқасымен сәйкес келеді. Жақсы, жарайсыңдар. Балалар, енді келесі есепке қараймыз. 6-шы есеп: 9 саны 6-дан неше бірлікке артық? Не істейміз балалар бұл жерде? Дұрыс айтасыңдар. 9-дан 6-ны азайтамыз. Сонда мән нешеге тең? 3-ке тең. Сонда балалар 9 саны 6-дан 3 бірлікке артық екен. Келесі 4 саны 8-ден неше бірлікке кем? Жақсы, жарайсыңдар. 4 саны 8-ден 4 бірлікке кем. Жақсы балалар. Олай болса, келесі есепке қараймыз. Есепті шығар. Анам дүкеннен 10 жұмыртқа сатып әкелді. Олардың 4-еуінен әпкем құймақ дайындады. Неше жұмыртқа қалды? Балалар, барлығы неше жұмыртқа еді? 10 жұмыртқа еді. Алды неше жұмыртқаны? 4-еуін алды. Қалды қанша жұмыртқа? Анықтаймыз. Белгісіз бізде қалғаны. Шешуі 10-ның 4-ке айырмасын анықтаймыз. 10-ның 4-ке айырмасының мәні 6. Сонда балалар, жауабы 6 жұмыртқа қалды. Олай болса, келесі есепке қараймыз. 9-ға дейін толықтыр дейді. Яғни 7-ге қандай санды қоссақ 9 шығады? 2 санын. Жақсы, жарайсыңдар. 6-ға 3 санын қоссақ 9 шығады. Келесі 5-тің 4-ке қосындысының мәні 9, 4-тің 5-ке қосындысының мәні 9, 3-тің 6-ға қосындысының мәні 9-ға тең. Жақсы, жарайсыңдар. Олай болса, келесі 3-ке кемі дейді балалар. 9 санын біз 3-ке азайтамыз. Сонда 9-дан 3-тің айырмасының мәні 6-ға тең. Келесі 13-тің 3-ке айырмасының мәні 10-ға тең. 5-тің 3-ке айырмасының мәні 2-ге тең. 17-нің 3-ке айырмасының мәні 14-ке тең. 4-тің 3-ке айырмасының мәні 1-ге тең. Жақсы, жарайсыңдар. Олай болса, балалар, келесі есепке қараймыз. 2 таңбалы сандарды жаз және оқы.
Ондықтары бірге тең, ал бірліктері әртүрлі. Ондығы 1, ал бірлігі әртүрлі болу керек. 15, 14, 13, 16, 19 деген секілді. Келесі, ондықтары әртүрлі, ал бірліктері бірдей. 5-ке тең екен, е? Келесі 25, 35, 95, 85, 75, солай жаза берсек болады. Жақсы, жарайсыңдар. Балалар, есімізге сақтайықшы. Грек тілінен аударғанда математика білім, ғылым деген білдіреді. Ал 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 бұлар араб цифрлары екенін есімізден шығармаймыз. Жақсы балалар, осымен біздің сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.